STEAM технологиясы бұл ғылыми, технологиялық, инженерлік, өнер және математика салаларын біріктіретін білім беру әдісі. Осы 5 бағытты біріктіре отырып, оқушылар үнемі дамып келе жатқан әлемде сыни тұрғыдан ойлауға, өз ісіне сенімді болуға, қызығушылығын арттыруға, креативті болуға, топта жұмыс істеуге және жаңашылдыққа ұмтылуға мүмкіндік алады. Сіздердің назарларыңызға химия пәні мұғалімдерінің STEAM негізінде өткізген сабақтарын ұсынамыз. 7-ші сыныпта периодтық жүйедегі алғашқы 20 элементтің құрылымы атты тақырыпта Қазбекова Меруерт Тұрлыбековна өткізді. Мұғалім оқушыларға үй жұмысы ретінде атом модельдерін жасап келуін тапсырған. Оқушылар өз модельдерін таныстырды, яғни ғылыми тұрғыда элементті атады, технология, инженерия және өнер тұрғысынан қолда бар заттарды қолданып, дизайнын, пішінін, өлшемін ескере отырып, атом моделін жасады, математика тұрғысынан субатомдық бөлшектердің санын есептеді. Технология аспектісі негізінде оқушылар интерактивті фет симуляциясын қолданып, атом құрылысын модельдеді. Мұғалім оқушыларды 3 топқа бөлді. Бірінші топтың оқушылары спиннер мен вентиляторды қолданып, электронның ядроны айнала қозғалуын түсіндірді. Екінші топтың оқушылары моншақтарды матаға тігу арқылы атом құрылысын модельдеп көрсетті. Ал үшінші топтың оқушылары математикалық формуланы қолданып, диаметрі 20 см болатын дөңгелек моделін сымнан құрастырды. 9-шы сыныпта адам ағзасының химиялық құрамы, 14-ші зертханалық жұмыс сүйек құрамындағы кальцийді анықтау атты тақырыпта Мақсуле Меруерт Еркінқызы өткізді. Ғылыми аспект сабақ бойы тақырыпты қарастыру барысында химия мен биология ғылымдарының байланысы негізінде байқалады. Математикалық аспект ретінде таразымен әр оқушы салмақтарын өлшейді. Ағзадағы элементтердің массалық үлесін ескеріп, өз ағзаларындағы элементтердің массасын есептеп көрсетеді. Технологиялық аспект тауық сүйегі үлгісін талдау үшін зертханалық құралдарды және зерттеу технологиясын қолданғанда ескеріледі. Инженерлік аспектіні зертхана тәжірибесін жоспарлап жүргізгенде байқауға болады. Оқушылар шығармашылық қабілеттері бойынша 4 топқа бөлінеді. Оларға адам ағзасындағы химиялық элементтердің қызметі және олардың азық-түлік құрамындағы мөлшері көрсетілген кесте беріледі. Өнер аспектісі ретінде кестедегі бір элементті таңдап, қызметі туралы ақпаратты пайдаланып, оны бір кейіпкер ретінде бейнелеп, суретін салады. Және басқа топтарға жасырады.